Сәлеметсіздер ма? 11-ші жаттығудың төртінші есебі. Автокөліктің алдыңғы және артыңғы дөңгелектерінің арасындағы қашықтық 2,3 метр. Автокөлікті салмақты платформада өлшегенде оның алдыңғы дөңгелектеріне түсірілген жүктеме, алдыңғы дөңгелегінде мынау дөңгелек машина сызып алдық шамамен, алдыңғы дөңгелек, артқы дөңгелектері екеуіне де күш әсер етеді. Ауырлық центрі алдыңғы осьтен қандай қашықтықта орналасқан дейді. Ауырлық центрі алдыңғы дөңгелектен қандай қашықтықта орналасқан, соны x деп белгілеп алдым. Енді жалпы ұзындығы 2,3, ал мына артқы дөңгелекпен сол центрге дейін қашықта L азайту x деп алынады. Ауырлық центрдің анықтау формуласы міне. F1 бірінші күшпен x ауырлық центрі мына түрде жазып аламыз. Бұл өз кітапта берілген формуламыз осы түрде. Бұнымыз 7-ші сыныпта да күштер момент деген тақырыпта да өткен болатынымыз. Күштер ені деген тақырыптың ең негізгі формула судан келіп шығып тұр бұл жерде. Ені деген д деген ені деген мақсатта бұл жерде ара қашықтық деп алынады. Міне, енді жақшаны ашамыз. Жақшаны ашқанда мынаға тең болады. Табу x енді және сонымен бірге артқы дөңгелектің ара қашықтығы мен центрге дейінгі жаңағы ауырлық центріне дейінгі. Сонымен алдыңғы дөңгелектің ауырлық центрінде қосымша мынаны таба салайын деп сізге көрсетіп отырмын. Енді ұқсас мүшелерді оң жаққа өткіземіз, сол жағына өткіземіз x-тарды. Екінші жағына, оң жағына f2 L түседі. Осыдан x-ті тауып аламыз. X тауылатын болсақ, міне мына формулаға келеді. Сан мәндерін қоямыз. Берілген сан мәндерін сөйтіп оларды көбейтіп, бөлімін қосып, алымын бөліміне бөлетін болсақ, мынаған тең болады 0,96 метр. Негізі жауабы шықты. Ал мен қосымша енді артқы дөңгелектің сол ауырлық центріне дейінгі арақашықты алу үшін жаңағы L азайту x деп алдым ғой. Соның орнына L-ымыз 2,3-ке теңді, ал x-ның орнына 0,96-ны қоя салдым. Сонда 1,34 метр екен. Енді ары қарай есепті соңына дейін жеткізейін. Қосымша енді білгендеріңіз өздеріңізге жақсы, білімдеріңіз артып отырады. Сонда мына жаңағы суретіміз берілді ғой, мына 0,96 1,34-ке тең болды ғой. Енді сонда екеуі қосып физиканың тепе-теңдік ережесімен шығып тұр және дәлелденіп тұр. Екеуін қосатын болсамыз 2,3-ке тең болып тұр. Бұл ережеге сай, яғни ауырлық центрі мына жерде тұрады. Яғни неғұрлым ауырлық центрі күші көп жақ қарай шамалы аз ғана ауырлық центр қашықта ауырлық центріне көп күш берілетін болса, ол ара қашықтығы аз болады. Себебі мына жақтағы аз шамалы 6,5 килоньютондық күшпен берілген теңелу үшін ауырлық центрі көп күш әсер ететін жаққа ара қашықтығы аздау болады, ал күші аздау жақта ара қашықтығы көбірек болады. Сөйтіп екеуі теңеседі. Бұны 7-ші сыныптан да сіздер білесіздер. Ал енді 11-ші жаттығудың 4-ші есебінен кейін 5-ші есебіне келейік. 5-ші есебінде кітапта мынандай сурет берілген. Міне, сурет бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші сурет, екінші сурет. Осылардың массалар центрінің координаталарын табыңдар дейді. Енді бұл жерде суретте бар өлшемдер берілген. Жалпы сыртқы ауданын тауып аламыз және ішкі қуыстарын алып тастағандағы аудандарын тауып аламыз. Екеуінен де дәл солай. Сөйтіп олардың координаталарын жазып, ауырлық центрлерінің координаталарын жазып, массалар центрлерінің координаталарын табамыз енді. Мына негізгі жаңа сызып көрсеткен әрбір шама ендері, ені, ұзындықтар неге тең болатын бәрін жазып көрсетіп қойдым. Енді түсіндірейін. Бірінші сурет қуыстың аудан өлшемін табалайық. S0, S1 қосқан S2 деп аламыз. Бұл жерде 40 қосу x деп алуым себебі, мына жерде қуыстың өлшемі мына жерге дейін 40, ал мына жерге дейін бізде x болып тұр, мына жеріміз x болып тұр. Яғни бұл жерде санайтын болсақ, бұл 30-ға тең. Себебі 60
30-90, 90-ға 20-ны қосаңыз 110-ды береді. Міне осы ұзындықтағы 110-ды береді. Сол себептен 30 болады. 40 көбейтілген x деп алдым қазір бізге белгісіз болғандықтан, бірақ ол 30-ға тең. Негізі ауданы ені мен ұзындығының көбейтісіне тең, 4 болғандықтан. Мынау бізге ұзындығы болсын, ені 15 болады. 15 деген сөз қай жерден шықты? 15 деген сан. Яғни мына жер 20, мына жер 40 болса, жалпы 55 болса, 55-тен 40 азайтатын болсаңыз, мына жер 15 болады. Міне 15-ке көбейтіліп тұр. Қосу есекі, енді есекі мына қуыс есептеді, енді мына қуысқа келейік. Бұл жерде қуыстың ені 20, міне 20 болып көрсетіп тұр. Ал мына жеріміз 30 қой, бірақ мына жерде ажыға бірінші қуысқа есептелініп кеткендіктен бұл жерде 15 деп аламыз. 20 көбейту 15 болады ауданы. Ал енді осылардың бәрін орындарына қойып есептейтін болсақ 1350 болды. Екінші ауданды жалпы осы суреттегі аудан табу үшін 55-ке 110-ды көбейте салдым. Міне шықты. Үшінші ауырлық центрін табайық дейді. Бірінші осының x бойындағы ауырлық центрін табатын болсақ, жалпы x бойында 110-ға тең ба, оны 2-ге бөлеміз, сонда 55 ауырлық центрі. Ал y өсі бойынша мына 55 қой, соны 2-ге бөлетін болса, міне 27-15-ге тең. Бұл ауырлық центріміз жалпы аудан бойынша. Енді А нүктесі, енді біз ойық жердегі ауырлық центрлерін тауып алайық. А нүктесі ойықтың масса центрі, мына жер болсын, А нүктесі. Сол x өсі бойынша 58-ге тең. Сол жағынан есептегенде, y өсі бойынша төбесінен есептегенде 38-ге тең болады. 58, 38-ге тең болады. Мына жерін есептеу арқылы алсаңыздар болады. Осы сурет бойынша шығады оның барлығы. Енді фигураның ауырлық центрі Б нүктесінде, яғни 55-те 27-15 болды мына x, мына y бойынша. Ал енді ойықтың ауырлық центрі мына x-іміз, мына y ауырлық центрі осыған тең болды. Енді жаңағы массалар центрінің координаталарын анықтау үшін бірінші сурет бойынша, яғни мынаның массалар центрінің координаталарын тауып алайық. Ол үшін xi деп алдымда мына формуланы берілген өз формула бойынша орындарын мәндерін қойып шықтым. 55.154-ге тең болды. y бойынша міне мәндерін қойып шықтым. 29.14-ге тең болды. Сонда бірінші суретті массалар центрінің координатасы мынаған тең болады. Міне мына дұрыс, сіздер дұрыс көрілмей ме деп мына жерге қайтып жазып қойдым дұрыстап. Міне. Ал енді екінші сурет бойынша қуыс ауданы 20-да 30, яғни қуыстың ауданына келейік. Бұл жерде қуыстың ауданы, мына жерде ені 20, ұзындығы 30. 30 қалай шығып тұр? Жалпы мына жақтағы бізде биіктігі болып табылсын, немесе ұзындығы болсын. Осы 30-да 30 болса, екі жақ 60-90 болу үшін мына жерде 30 болады. Сонда үшеуін қоссам 90 болады. Сонда қуыстың ауданы 20 көбейту 30, 600 болады. Жалпы фигураның ауданы, яғни сыртқы фигураның ауданы 90-да 60-ға көбейте саламыз. Онда 5400 см квадрат болады. Ал енді дәл сол сияқты жаңа бірінші суреттегідей бұнда массалар центрінің координатасын табатын болсақ, міне формунаға апарып қойсақ, біріншіміз 12-ге тең болды, y өсі бойынша, y өсі бойынша 45-ге тең болды. Міне жауабы да шықты, 5-ші есебіміз. Ал енді ары қарай 11-ші жаттығудың 6-ші есебіне келейік. Бұл менің жаңағы каналыма тіркеліп кетіңіздер, тіркеліп отырсаңыздар, әрдайым осында есептерін бәрі қамтылады, шығарылмай қалған есеп болмайды. Бар есеп шетінен шығарып келіп отырады. Сіз іздемей өзі есеп салған каналымдағы ютубтардың есептерін бәрі үнемі алдыңызға шығып тұрады. Тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып қойыңыздар. Енді 11-ші есептің 6-шы радиусы r берілген, О нүктесіне қатысты дөңгелек саңылау бар біртекті дисктің x саңылау бар центрінің координатасын анықтаңдар дейді. Саңылау радиусы диск радиусының жартысына тең дейді. Яғни оны r бөлінген 2 деп алдым. Міне сурет бойынша, міне
мынау жаңа бізде радиус r берілген, оның ішіндегі саңылауың радиусы осы радиустың жартысына тең дейді. Әрине мынау радиустың жартысына тең болса, оның радиусы r бөлінген 2 деп аламыз. Міне өзі берілген есеп бойынша. Енді осының жалпы біз центр координаталарының координатасын анықтайық. Так, бұл жерде m1 деген шардың массасы, m2 деген қуыстың массасы. Шардың массасы, қуыстың массасы, яғни қуыстың жалпы жаңа массасын біз координатасын бұл тең деп аламыз x-ға, ал мынау шардың массасы 0,5 r-ға тең деп аламыз. Формула бойынша бұл да. Бұл жерде пластина біртекті болғандықтан масса ауданға тура пропорционал болады. Біртекті болғандықтан масса ауданға тура пропорционал. Оны уже бәріміз білеміз. Яғни бұл жерде массамыз жаңағы масса 1 мен масса 2-ні өз алына форманы қорытып алатын болсақ, жалпы шар болғандықтан пи r квадрат болады ғой. Дөңгелек болғанда шар болғандықтан пи r квадрат. Бұл жерде пи r квадрат, міне шардың ауданы пи r квадрат. Мынау форма қалай келді? Яғни r-дің жалпы r шардың іші қуыс болғандықтан азайтып тастайын, ішкі қуыс шарының радиусын квадраттаймын, тең болады. Мынаның орнына берілгені бар, радиус бөлінген 2-ге тең ғой, соны апарып қоямын. Сол кезде r квадрат азайтылған r квадрат бөлінген 2-ның квадрат 4 болады. Ал екіншісі қуыс шардың ауданы пи r квадрат, мынауымыз кішкентай r-іміз, қуыс шарының радиусы ажырата бөлу үшін кішкентай r деп алдық, оны орнына апарып қоятын болсақ, пи r квадрат бөлінген 4 болды. Енді мынау форманы шығуын бұлай түсіндірдік. Міне. Енді орындарын апарып қоятын болсақ, m1 бөлінген m2 жаңағы пластина біртекті болғандықтан масса ауданға тура пропорционал деген ережені аламыз да, орындарын апарып қойдық. Мынаны орындан апарып қойдық та, осыны ары қарай ықшамдап жатырмыз. Ортақ бөлімге келтіремін. 4r квадрат азайтылған r квадрат бөлінген 4 болады. Бұдан 4r квадрат пен r квадрат азайтылып 3r квадратты береді, бөлінген 4 болады. Бөлшектің бөлімі пи квадрат бөлінген 4. Міне, енді пи мен пи қысқарып кетеді, r мен r қысқарып кетеді, 3 бөлінген 4 қалады. Мына жерде 1 бөлінген 4 қалады. Енді бұл жерде ереже бар. Бөлшектің алымында бөлімде бөлшек болғандықтан бөлшектің бөлімін кері бөлшекке айналдырамыз. Кері бөлшек деген сөз 1 бөлшектің бөлімі түседі, 4 бөлшектің алымына түседі, арасы көбейту болып жазылады. 4 пен 4 қысқарады, 3 қалады, болды. Енді осыны мынау алғашқы бірінші формаға апарып қоя, масса бөлінген масса 1 бөлінген масса 2 3-ке тең болды ғой. Соны міне алып барып қоя мына жерге. Міне. Мына жерге алып кеп қойдым. 3 тең 0,5 r бөлінген x. Бұл жерде жаңа координатамыз x. Пропорциямен 3x көбейтіледі, мынаны өзі қалады. X табатын болсақ, 0,5 r-ді 3-ке бөлеміз. Сонда x тең 0,5-ке бөлсең 1, 3-ті 0,5-ке бөлсең 6 шығады. Міне жауабында шықты. Тыңдағандарыңызға үлкен рахмет. Маған тіркеліп қойсаңыздар, үнемі алдарыңыздан ютубта сіздер іздемей-ақ табыламын.